Сәлем достар, сіздермен бірге нейрон. Бүгін біз анатомиядан асқорыту жүйесін талдауды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Достар, сіздермен қайтадан қауышқаныма өте қатты қуаныштымын. Бізде бүгін асқорыту жүйесі соңғы бөлім, 6-шы бөлім жастарды талдайтын боламыз. Ең бірінші жастар латын тіліне аударған кезде перитониум, құрсақ қуысында ағзалар мүшелерді жауып жататын тұйық сырлы қабық екі жапырақшадан тұрады. Ең бірінші жапырақшасы ол құрсақ қуысының қабырғаларын жауып жататын париетальды жапырақшасы, екінші ол құрсақ қуысының органдарын, яғни ағзаларын жауып жататын висцеральды жапырақша. Қазір алдыда толығырақ талдайтын боламыз оны. Сонымен қатар бізде жастар 3 қабаттан тұрады. Ол бірінші жоғарғы қабаты эпигастрий, ортаңғы қабаты мезогастрий және төменгі қабаты гипогастрий екен. Жастардың іш қуысына қатынасы бойынша бізде 4 ұғым кездеседі. Ең бірінші интраперитональды деген термин, ол жастар органды барлық жағынан қаптағанда қолданылады. Екіншісі мезоперитональды, яғни жастар органды 3 жағынан қаптайды деген сөз. Ретроперитональды, ол жастар органды тек бір жағынан қаптаса, экстраперитональды, ол жастар органды мүлде жаппайды деген сөз. Келесі жастардың қабырғалары, жастардың жоғарғы жағында диафрагмамен, төменгі жағында кіші жамбас қуысының диафрагмасымен, алдынан және де екі бүйірінен, яғни екі жанынан құрсақ қабырғалары бұлшықеттермен, ал артынан омыртқа жотасының бел бөлімімен, мықын бел бұлшықетімен және де белдің төрт бұрышты бұлшықетімен шектеседі екен. Енді жастардың бізде ағзаларға қатынасын қазір толығырақ талдап өтейік. Ең бірінші суретте көріп тұрған көк түспен белгіленген бұл бізде жастардың париетальды жапырақшасы, ал розовый түспен белгіленген ол бізде жастардың висцеральды жапырақшасы деп қабылдау керекпіз. Ең бірінші бізде жастар бауырды, париетальды қабыршасы бірінші бауырды сыртынан қаптайды, висцеральды жапырақшасы кеп ішінен қаптап, жапырақта бір шетін ашық қалдырады. Ол бізде оголенный участок деп атайды. Ол бауырдың жаңағы қақпасының маңында орналасады. Неге ол шет оголенный, яғни қапталмаған, аренуда, неге олай аталады? Себебі ол шетте бізде бауыр қақпасынан 3 триада печень өтеді деп айттық. Ең бірінші ол бауыр артериясы, бауыр венасы және де өт өзектері өтеді. Егер де бұл шетті бізде жастар өзімен жауып қалатын болса, жаңағы 3 триада печень өте алмай қалатын еді, бауырдың қақпасына кіріп шығармай қалатын еді. Поэтому ол шетті бізде жастар қаптамай өткен. Осы есте сақтау керек. Сол себептен бізде бауыр интраперитональды емес, жастармен мезоперитональды қапталған деп атайды. Екінші бізде жаңағы жастар бауырдан төмен түсіп, асқазанның кіші иліміне 12 шекке қарай барады. Ол шетте бізде кіші шарбы орналасады екен. Аментус минор. Бізден сұрайды. Кіші шарбы неден құралған, немен представлено десе, біз жауап береміз. Бауыр асқазан және де бауыр 12 шек байламдармен құралған. Дубликатура брюшины представлены двумя листками. Двумя листками деп атаймыз. Неге? То есть кіші шарбы ол бізде жастардың екі жапырақшасынан құралған. Дубликатура бауыр асқазандық және де бауыр 12 шек байламдарынан тұрады деп айтамыз. Почему дубликатура? Потому что екі жапырақшасынан тұрады деп айтамыз. Неге дубликатура представлены двумя листками деп айтамыз? Потому что қазір алда жастардың 4 жапырақшасымен қапталған үлкен шарбы бар. Поэтому осыны еске сақтауымыз керек. Келесі бізде асқазан жастармен интраперитональды, яғни барлық 4 сынанда қапталып өтеді. Потом дальше жастар кетеді, дальше қақа кетеді. Бұл ішектер маңына өтеді. Асқазанның үлкен иілімінен төмен түседі. Сосын ішектер аймағына келіп, қайтадан 180 градусқа поворот жасап, қайтадан жоғары қарай көтеріледі. Жоғары қарай көтеріліп, бұның барлығын жоғарыда жаңағы өткен жастардың барлығын алып келеді. Мынау құрсақ қуысының артқы қабырғасына келіп жалғап кетеді. Чтобы мынау органдар бір орында нақты қатып тұру үшін. Осы шетте бізде жастар маңында, жаңағы, то есть ішектер маңында үлкен шарбы орналасады.
Ментус майер. Жаңағы шастар жоғары келеді, қайттан төмен түседі, яғни екі жапырақша жоғары көтеріледі, екі жапырақша төмен түседі. Бұл шетте, яғни жаңағы айтқан дубликатура, не уже дубликатура емес, шастардың 4 жапырақшасымен жаңағы құралған үлкен шарбы. Окей, келесі бізде әрі қарай шастар дальше барады. Дальше тоқшектің жоғарылаған бөлігін мезоперитоналды, көлденең бөлігін интраперитоналды және төмендеген бөлігін қайттан мезо, ал стигматаризды шекті интраперитоналды қаптап өтіп, әрі қарай осы шетте бізде мезоколон трансферсум, яғни шектер мен құрсақ қуысының арасында көлденең шажырқайды келіп үзіп кетеді екен. Потом бізде шастар шектерді қалай қаптайды? Шектерді жаңағы шастар жоғары қаптап, қайтан мұнда жаңағы артқы құрсақ қабырғасына іліп кетеді, қаптап қайтан артқы құрсақ қабырғасына кетеді, қаптап іліп кетеді. Ол шетте бізде жаңағы тоже самое жаңағы шектің петлялары бір орында нақты тұру үшін жаңағы келіп құрсақтың артқы қабырғасына келіп жаңағы бір орында тұрғызып қаптап кеткендіктен бізде бұл жерде шажырқай, яғни мезентериум орналасады, мезентериум түзеді. Потом шастар әрі қарай дальше барып тікшекті қаптайды. Тікшектің 3 бөлімі бар, 3 бөлімін 3 түрлі қаптайды екен. Жоғары бөлігін интраперитоналды, ортаңғы бөлігін мезо, төменгі бөлігін ретроперитоналды қаптайды. Потом дальше бізде шастар әрі қарай жаңағы тікшектен қуыққа өту керек, бірақ та әйелдерде тікшек пен қуықтың арасында жатыр орналасқандықтан жаңағы ер ретіне қарағанда бұл шетте құрылымы кішкене өзгеше болады. Получается, шастар шектерді қаптап қайта қайтқан жерінде шажырқай мезентериум орналасады деп айттық. Дальше тікшектің 3 бөлімін 3 түрлі қаптайды деп айттық. Потом шастар ерлерде жаңағы тікшектен қуыққа өткен маңда тікшек қуықтық углубление түседі. Міне көріп тұрмыз. Оны экскавация ректовизикалис деп атайды. Потом дальше жоғары қарай көтеріліп, қайдан басталды? Шастар сол жермен қайдан аяқталады. Ал әйелдері жаңа құрылымы сәл өзгеше деп айтқан болатынбыз. То же самое тікшекпен жатырға өткен бөлімде шастар бізде тікшек жатырлы углублениесін құрады, экскавация ректоутерина. Потом жатырдан қуыққа өткен маңайда қуық жатырлық углубление, экскавация везика утерина. Осы екеуін құрайды. Бізде сонымен қатар жаңағы айттық, шарбылық қаптар бар дедік, шарбылық қалта бар дедік. Енді бізде құрсақ қуысының төменгі шекарасында қатпарлар мен шұңқырлар бар екен. Бұл қатпарлар мен шұңқырлар неден пайда болды десе, біз жауап береміз, что мына жоғарыда ортасында тұрған қатпар, ол бізде урахус деп аталады. Урахус ол тек қана эмбриональды кезеңде ғана болады, яғни жаңағы плодтың мочевой пузырын ананың пупогымен жалғастыру үшін, екеуін бірге байланыстыру үшін эмбриональды кезеңде болады, а потом 7-ші айға келген кезде ол жойылып кетеді. Потом жүктіліктің 7-ші айында, яғни бізде жанында облитерированная пупочная артерия бар деп атаймыз. Бұл артерияның маңызы, надчревная артерия, пупочная артерия, верно, пупочная артерия. Бұл пупочная артерияның маңызы тоже эмбриональды кезеңде құралған, эмбриональды кезеңде ғана болады. Плацента мен плодты байланыстырушы артериялар. То же самое нәресте дүниеге келген кезде бұл уже болмайды. Енді осы жаңағы құрылымдардың орнында бізде қатпарлар пайда болады екен. Бізде тақ қатпарлар бар, урахус орналастырған және де жұп қатпарлар бар. Тақ қатпар ол бізде ортаңғы кіндік қатпары, жұп қатпарлар ортаңғы медиальды қатпар және де латеральды қатпарлар. Уақытша атауын көріп тұрмыз. Келесі бізде шұңқырлар болады. Ол ортаңғы кіндік қатпарының екі жағында қуыс-түрік шұңқыр, фосса суправизикалис, және де медиальды және де латеральды қатпарлар арасында фосса ингуиналис медиалис, және де латеральды қатпардың сырт жағында латеральды шап шұңқыры, фосса ингуиналис латералис орналасады екен. Сонымен қатар бізде жаңағы айттық, қатпарлар бар, шұңқырлар бар, шажырқайлар бар деп айттық. Сонымен қатар бізде шастардың жаңағы туындылары деген кезде жаңағы жоғарыда айтқан құрылымдарды айтамыз. Бізде міндетті түрде анатомия мұғалімдері
жастардың туындылары деп айтады. Біз сол кезде жауап береміз. Қалталар бар деп айтамыз, синустар бар деп айтамыз. Кстати, жастардың бізде 6 синус бар. Мен ол синустарды қазір видеода айтпадым. Себебі мен сіздерге Никита Сарының менде дайын методичкасы бар. Бұл методичканың ішінде жастар жайлы жалпы қорытынды мәліметтер жақсы берілген, и соның ішінде синустар да бар. Егер де қаласаңыздар, маған инстаграмға, мен инстаграмды төменде описаниеде қалдырамын, жастардан дайын методичка алғым келеді деп жазсаңыздар инстаграмға жекеме, мен сіздерге методичканы жіберемін. Так вот, дальше жастардың туындылары: қалталар, қатпарлар, шұңқырлар, синустар дедік, сосын шажырқайлар. Так, мне кажется, все. Осы 5 туындыдан тұрады деп жауап береміз жастар туындыларын сұраған кезде. Ең бірінші қалталарға келіп тоқталайық. Бауырлық қалта бар, бурса гепатика, жастардан жаңағы бауырдың орақтары жылқымас арасында орналасатын қуыс. Қалта дегеніміз, яғни бізде жастар мүлде қаптамай кеткен участоктар, яғни бос участоктар. Бұл қалталарда жатқандағы оның маңызы бізде ертең хирургия, топографиялық анатомия өткен кезде осы қуыстар мен қалталардың, синустардың ішінде бізде эксудаттар, гнулар, жаңағы сұйықтықтар, қажет емес зиянды сұйықтықтардың барлығы, то есть гнулар, іріңдер осы қуыстардың ішіне келіп сақталып қалады екен. Ал ол бізде перитонитке алып келеді. Сол себептен біз бұл участоктерді міндетті түрде білу керекпіз. Сондықтан қазір мен сіздерге қалталарды айтып түсіндіріп жатырмын. Яғни айттық, бауырлық қалта дедік, бурса гепатика, сосын астқалан алды қалтасы бар, бурса прегастрика, ол орақ тәрізді байланады, бауырдың орақ тәрізді байланады, солға бұқпарға қарай орналасады. Потом ең танымал қалта ол шарбылық қалта. Сіздерден постоянно сұрайтын болады, шарбылық қалта қайда орналасады деп. Сол кезде сіздер үндемей тұрсаңыздар, ол болмайды, сіздердің анатомиядан жаңағы біліміңіз жоқтығын көрсетеді. Сол себептен біз бұны білу керекпіз. Орналасуын бурса аменталис, ол асқазанның арты кеңістікте орналасады. Сонымен қатар бағана видеода жоғары жақта айтылмай өткен органдардың жастарға қатынасы өңештен бастап айту керекпіз, потому что біз өңештің 3 бөлімі бар дедік. Так вот, өңештің соңғы 3-ші бөлімі құрсақ қуысында орналасқандықтан, оны жастар интраперитонеалды қаптайды. Жіңішке шекті интра, соқыр шекті интра, мықын шекті интра, өт қабын меза, көкбауырды интра, жатырды интра, және де қуықты бізде жастар меза перитонеалды қаптап жатады екен. Ал қалған бізде жаңағы төменгі қуысты венаны, ұйқы безін және де қолқаның жаңағы құрсақтық бөлімін бізде жастар ретроперитонеалды қаптап жатады екен. Неге ретроперитонеалды? Потому что кейбір адамдар экстраперитонеалды деп те айтуы мүмкін. Негізі ол ретроперитонеалды, потому что бір ғана жағынан қаптайды. Ретроперитонеалды деген сол забрюшенное пространство, яғни просто жаңағы айтқан органдар брюшинаның артында қалып қалады, бірақ это же не значит, что ол органдарды брюшина қаптамайды деп жоқ. Бір бетінен жаңағы қаптап өтеді и брюшинаның артында қалып қалады. Ұйқы безі, жаңағы қолқаның құрсақтық бөлімі және де төменгі қуысты вена. Достар, осымен бізде бүгінгі асқазан, ас қорыту жүйесінің 6-шы бөлімі соңына жетті. Ұзақ 6 бөлімге созылған система болды, сабақтар болды. Негізі можно было бүкіл жаңағы ақпаратты қысқа бір ғана видеоға сыйдырып, но я захотела, чтобы ұзақ болса да, бірақ та барлық жаңағы ескеру керек моменттер ескеріліп, толыққанды жетілдірілген видео болсын деп ойлап, солай шешім қабылдап 6 бөлімге бөлдім, потому что мен өзім сабаққа дайындалған кезде менде постоянно кейбір жаңағы ақпарат көздері дұрыстап берілмегендіктен мен тек қана бір ақпарат көзден емес, бірнеше ақпарат көзден іздейтінмін, кітапты да оқитынмын, ютубта көретінмін, сайтты да қарайтынмын. Ол менің көп энергия мен уақытымды алып қоятын. Сол себептен мен өзім оқыған барлық ақпаратты бір жерге беруге тырыстым. Надеюсь, что сіздерге барлығы түсінікті болды деген. Егер де видеолар ұнайтын болса, опять-таки каналға жазылып, колокольчикті басып, лайк басып, және де видеоға жалпы осы ас қорыту жүйесінің сабақтары жайлы өз пікіріңізді қалдырып кетсеңіз, маған өте приятно болушы еді, және де болашаққа жаңа видеолар көбірек түсіруге өте үлкен серпіліс беретін еді. Поэтому видеоны солай көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта әртүрлі системаларды дальше больше талдап, құнды әрі пайдалы ақпаратты білге талдайтын боламыз.